сәлеметсіздер ме? Қазақ хикаялар арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Сол күні сұлулық салонының іші лық толы. Адам аяғы үзілмей тұрған еді. Бір тұтынушы келіншектер кетіп жатса, орындарына екіншілер келіп жайғасып жатты. Тіпті кейбір ханымдар өздерін кезексіз қабылдауды өтініп, жалынып-жалбарынып та үлгерді. Әкімші Камила кімге қалай жауап берерін, кімді қай шеберге бағыттарын білмей, екі қолға бір жұмыс болып жүгіріп жүрді. Әрине, мейрам алдындағы қарбалас сәт екені белгілі. Өйткені ертең 8 наурыз. Кішкентай қыздан бастап еңкейген кәріге дейін бүкіл әйел затының дәл осы күні ерекше құлпырып, көздің жауын алғысы келетін хақ. Шеберлер де бір қалыпты ырғақпен өз жұмыстарын істеп жатты. Айналадан тек қайшының тықылдаған дыбысы мен феннің уілдеген дыбысы ғана естілді. Осы аралықта Шаштараз маңындағы келіншектер де өзара шүйіркелесіп үлгерді. Осы айтулы күні әдеттегіден тыс кекіліңізді жұқартып берейін бе, әлде желке тұсыңызды сәл көтеріп, көлемдетіп жасайын ба, деді шеберлер. Оған қоса мерекелік дастарханға кімнің не әзірлейтіні, немесе сүйікті азаматына қандай сыйлыққа тапсырыс бергені туралы әңгімелер де қыза түсті. Басына фальга орап алған ханымдардың бірі, «Ой, мен өзімнің азаматыма маған мына қызғалдақтарды сыйлама деп нағайттым. Олардан әбден шаршадым. Оның үстіне не пайдасы бар? Одан да сол ақшаға бір тәуір таба сатып алуға болады ғой», деп ағынан жарылды. Салонның ең жас шебері жұлдыз сықылықтай күліп, «Таба дейсіз бе? Жоқ, мен дәл осы күні гүл алғым келеді. Мейлі, ғұмыры қысқа болса да көз тартарлық әдемі ғой. Бұл 8 наурыз мерекесі емес пе? Ал табаны басқа кез келген күні де еш себепсіз сатып алуға болады ғой», деді. Көрші орындықта отырған бір егде жастағы ана сөзге араласып, «Жоқ айналайын, жақсы ыдыс-аяқ өте тамаша сыйлық. Ал еш себепсіз сатып алу деген нәрсе өмірде ешқашан болмай қалуы да мүмкін. Маған міне шалым жаңа жылға жаңа қазан сыйлады. Өзім сұрап алдым. Ой, ішінде палау дегенің керемет болып піседі. Өмір бойы оны жаман әзірлемеген сияқты едім. Бірақ мына қазанда тіпті ерекше дәмді шығады». Осылайша әңгімені ауаны мерекелік дастарханға қандай тағамдар қажет деген арнаға бір жолата ойысты. Мәзірдің басында балық қосылған салат пен пешке піскен ет тағамдары көш бастап тұрды. Әлия бұл сөздердің бәрін үнсіз тыңдап, қайшысын жігерлі түрде тықылдатып жұмысын жалғастыра берді. Оның орындығында отырған тұтынушы да бұл әңгімеге белсене араласып, бір-екі рет оны да сөзге тартқысы келіп еді, бірақ ол бір бетпейлікпен үндемей қойды. 8 наурыз әйелдер қауымының төл мерекесі болғандықтан адамзаттың нәзік жартысы өз ер азаматтары тарапынан болатын осы бір міндетті назар мен жылылықты тағатсыздана күтетіні сөзсіз. Ал Әлияның бұл назарды күтетінде ешкімі жоқ еді. Тек басқа қалада тұратын күйеу баласы телефон соғып құттықтауы мүмкін. Не болмаса баспалдақ алаңында кездейсоқ жолығып қалғанда мәйменгілеп кезекші сөзбен берекеңізбен дей салатын, мәңгі желгіп тұратын көршісі ғана бар. Осыдан жарты жыл бұрын Әлия күйеуімен ажырасып, оны үйінен қуып жіберген болатын. Содан бері жүрегінің сыздаған ауырсынуы әлі басылар емес. Бірге 25 жылдай өмір сүріп, күміс тойларына дайындалып жатқан еді. Қыздары да тұрмысқа шыққан. Енді тек өздерің үшін уайымсыз өмір сүріңдер дегендей сәт еді. Бірақ бәрі басқаша болып шықты. Әлия соңғы тұтынушысының жұмысын аяқтап, жұмыс орнын ретке келтірді де, әріптестерінің әлі де қалып жатқанына қарамастан, сұлулық салонынан тезірек кетуге асықты. Әріптестері мерекелік сусынның бетін ашып, атап өтуді жөн көрген еді. Бірақ Әлияның көңіл күйі бұған мүлде тартпады. Ол сыртқа шыққанда
айнала қас қарайып, ысқырық соққан жағымсыз суық жел соғып тұр еді. Әйел бас киімін қастарына дейін баса киіп, жұқа күртесінің сорғышын басына ілді. Көктемгі киімге тым ерте ауысқанын енді түсінгендей болды. Әлия осы бір өніммен өтетін суық желде тонып қалмай тұрғанда, бағытындағы қоғамдық көлік тезірек келсе екен деген үмітпен аялдамаға қарай асықты. Сонда оның бұл ойын біреу естіп тұрғандай, арада 1 минутта өтпей, ішінде тек бір ғана бос орны бар көлік келіп тоқтады. Әлия оған сәтті түрде мініп үлгеріп, маңдайын суық терезеге тіреген күйі өзінің өткен өмірі туралы ойға батты. Соңғы кездері оның тек өткен күндерді ойлаумен болатыны сондай, ештеңені қайтару мүмкін еместігін және өмірдің де келмеске кеткенін түсініп, іштей қатты өкінетін, армандаған адамы бола алмағанына өкінді. Өмірлік серігі ретінде дұрыс жанды жолықтырмағанына мұңайды. Енді ештеңені түзете алмайтыны жанына батты. Тек жалғыз жұбанышы, ақылды да сұлу, көз қуанышы болған Перизат еді. Ал бір уақыттарда Алияға оның өміріндегі бәрінен де керемет болатындай көрінетін. Балалық шағында анасы мен әжесі оның үстіне шаң жуытпай аялап өсірді. Ол махаббат пен қамқорлықтың құшағында бойы жетті. Анасы емханада медбике, ал әжесі білім беру саласының құрметті қызметкері. Ұзақ жылдар бойы балабақша меңгерушісі болып еңбек еткен еді. Кішкентай Алия басында әжесі сияқты тәрбиеші болуды армандаса, кейін анасының жұмыс орнына барып көргеннен кейін біржолата дәрігер болуды ұйғарды. Егер өміріндегі бірнеше күтпеген жағдайлар болмағанда, бәлкім солай болар ма еді. Алия 9-шы сыныпта оқып жүргенде әжесі қайтыс болды. Ал мектепті бітірер жылы анасы жаяу жүргіншілер жолындағы мас жүргізушілердің қағуынан кенеттен қаза тапты. Осылайша Алия мына жалғанда бір өзі панасыз қалды. Әкесін ешқашан көрген емес. Анасы да ол туралы тіс жарып ештеңе айтпайтын. Алия кейінірек бұл туралы ашық сөйлесермін деп ойлағанымен үлгере алмады. Осындай ауыр қайғыдан кейін бойжеткеннің институтқа түсу туралы ойлауға мұршасы да болмады. Емтихандарды да көңілсіз тапсырып, құжат өткізу мерзімін өткізіп алды. Есін жиған кезде қалайда алға қарай өмір сүру керектігін, бір үзім нанды да еңбекпен табу қажеттігін түсінді. Бастапқыда ыдыс жуушы болып жұмысқа орналасты. Кейіннен шаштараз курсын бітіріп, адамдардың сұлулығына сұлулық қоса бастады да, өзінің балалық арманын біржолата ұмытты. Болашақ күйеуі Мұрат пен Әлия 19 жасында ортақ достарының туған күн кешінде танысқан еді. Мұрат өте көпшіл, сыпайы, қыз баланың көңілін таба білетін және аудандық емханада жас терапевт болып, дәрігер болып істейтін. Танысқан күні Әлия өзінің де кезінде медицина саласына барғысы келгенін арманын айтқанда, Мұрат күлімсіреп, «Ей, сенің жасың әлі де алда ғой, әлі-ақ міндетті түрде дәрігер боласың, екеуміз әріптес атанамыз» деген еді. Бірақ олар әріптес бола алмады. Есесіне араларында тез арада сезім оты тұтынып, ол жақын қарым-қатынасқа ұласты. Жарты жыл өткеннен кейін-ақ олар неке қию сарайына өтініш берді. Әлия өзінің нағыз өмірлік серігін жолықтырғанына еш шүбә келтірмеді. Мұрат та өте риза әрі бақытты еді. Тек басқа қалада тұратын Мұраттың ата-анасы ғана Әлияның олардың ұлдарына лайық екендігіне күмәндана қарады. Ол дәрігер, ал мынау қарапайым шаштараз ғой деген ойларын сездіріп алды. Олар бұл наразылықтарын ашық айтпаса да, телефонмен сөйлескенде, жастар жаңа жыл қарсаңында танысуға барған кездегі бетпе-бет жүздесулерде бұл салқындық ауада сезіліп тұратын. Олар іштей, «Әлия, сен тым қарапайым қыз екенсің» дегенді аңғартты. Бойжеткен бәрін түсінсе де, бұған қатты мән бермеуге тырысты. Өйткені ол Мұраттың ата-анасымен емес, Мұраттың өзімен бірге тұрады ғой.
Дегенмен олар жастардың үйіне жауапты сапармен келген кезде бір шама сабасына түсті. Әлияға анасы мен әжесінен қалған пәтер өте тәуір, қаланың қақ ортасында, төбесі биік кең үй еді. Жөндеу жұмыстарын қажет еткенімен ол екінші кезектегі шаруа болатын. 2 бөлмелі болса да өте кең еді. Қысқасы, тойға қарай Мұраттың ата-анасы ұлдарының таңдауына көніп, қарсылық танытпады. Тіпті тойдың ұйымдастырылуына да көмектесті. Одан кейінгі өмір де тамаша басталды. Әлия әлемдегі ең бақытты жан еді. Ал дүниеге кішкентай Перизат келгенде, олардан асқан идеалды отбасы мына дүниеде жоқтай көрінетін. Мұрат жұмыстан қолы босамайтынына қарамастан, бос уақытының бәрін әйелі мен қызына арнады. Бәрі бірге саябақта серуендейтін. Періш есейгенде оны түрлі ойын-сауық орындарына, циркке апаратын. Әлия да ең үздік жар, ең үлгілі ана болуға ұмтылды. Өзін де күтті, қызын да мәпеледі. Күйеуінің жейдесі әрқашан мұнтаздай үтіктелген, үй іші тап-таза, ал дастарханы дәмді тағамға толы болатын. Әлия Перизат 3 жасқа толғанша үйде отырды. Кейін күйеуінің емханасына жақын жердегі сұлулық салонына жұмысқа шықты. Бұл өте ыңғайлы еді. Таңертең қыздарын балабақшаға барып, содан кейін бірге жұмысқа аттанатын. Ал кешке Мұрат Әлияны алып қайтатын. Әлияның әріптестері оған ақ ниетпен, қызғанышпен қарайтын. Күйеуі сондай сымбатты, қамқор, оның үстіне дәрігер. Тек жасы үлкен, шаштараз Тоғжан ғана еріндерін жыбырлатып, мысқылдай күліп, бірде төтесінен: «Ей Әлия, бұл күйеуінің әлі-ақ өзінің шынайы бет-пердесін көрсетеді», деді. Жас әйел ол кезде Тоғжанға таңырқай қарап, ештеңе жауап бермеді. Оны тек іштарлықтан айтылған сөз деп қабылдады. Өйткені Тоғжан жалпы өзі сондай тілі ащы әйел болатын. Ал содан кейін алғашқы соққы орын алды. Олардың салонына бір жас қыз жазылып, дәл Әлияның орнына тап келді. Оны орындыққа жайғастырып, қандай үлгіде шаш қиғысы келетінін сыпайы сұрады. Бейтаныс қыз оған қызықтай қарап, шашын қай жерден қысқарту керектігін көрсетті. Бәрі қалыпты өтіп жатқанда еді. Кенет тұтынушы қыздың телефоны шырылдады. Әлия үстел үстіндегі телефонды өзі алып берді. Қыз телефонды ала сала: «Ой Мұқа, мен шаштараздамын. Иә, менің қабылдауым түскі уақытқа дейін болған». «Иә, ал сен ше?» Сенің әлі 2 шақыртуың бар ма? Жақсы. Мен осы жерден шыққан соң саған хабарласамын. Біздің дәмханада кездесеміз», деп сайрай жөнелді. Әлия бұл уақытта қайшысын үйреншікті әдетпен тықылдатып тұрған еді. Дүниеде Мұрат есімді адамдар аз ба, бірақ неге екені белгісіз, мына қыздың сөздері оны іштей секем алдырды. Мәселе мұнда. Ол телефонды беріп жатқанда экрандағы қоңырау шалушының есімі сүйіктім деп жазылып тұрғанын және тұтқаның ар жағынан естілген дауыстың күйеуінің дауысына тым ұқсас екенін байқап қалған еді. Қыздың шашын дұрыстап қиып бергенімен өзі терең ойға шомылды. Ал әлгі қыз салоннан ұшып шыққанда Әлия басшысына да ескертпестен белгісіз бір сезімнің жетегімен оның соңынан тұра жүгірді. Шаштараз Тоғжан оның соңынан аянышпен қарап қалды. Немесе Әлия сыртқы шығарды, артына бұрылғанда оған солай көрінді. Тұтынушы қыз алда өкшесін тақылдатып бара жатты. Әлия оның соңынан біраз қашықтықты сақтай отырып ілесті. Кенет ол байқаусызда кейін қарай шегініп кетті. Өйткені әлгі қыздың алдынан қарсы шыққан өзінің нақ күйеуі еді. Ол жүгіріп барып қызды құшақтап бетінен сүйді де күлімсірей бірдеңе айтты. Содан соң жан-жағына қарағанда өзінің әйелі Әлияны көріп қалды. Мұраттың өңі қурап, қасындағы қыздан сескене шегініп әйеліне қарай ұмтылды. Ал Әлия болса одан қаша жөнелді. Салонға жүгіріп келгенде күйеуі де соңынан келіп, бәрін басқаша түсінгенін айтып ақталуға тырысты. Бірақ өз көзімен күйеуінің басқа елді құшақтап тұрғанын көрген адам бұны қалай басқаша түсінуі керек.
Әлия, бәрі бітті, ажырасамын деп айқайлады. Мұрат іштей жасып, бірдеңе деп күңкілдеді де салон ішіндегі әйелдердің айыптаушы көзқарастарының астында сыртқа шығып кетті. Кейін Әлияны бәрі жұбатуға тырысты. Ол егіліп жылап, көз жасын тоқтата алмады. Дәл сол сәтте әлгі Тоғжан оған ақыл айтып, Әлия, бірден шешім қабылдап, байбалам салма сен, бұл жерде ажырасамын деп айқаладың. Бұл бекер сөз, артында қызың өсіп келеді, оған әке керек. Басқа балалардың әкесі бар, ал оныкі болмай ма? Еркек аты еркек, олардың бәрі бірдей. Менің шалым да кезінде жүрмеді дейсің бе? Әбден жүрді. Міне, қазір жасы 60-қа толса да, әлі де жас қыздарға көз қысуын қоймайды. Сен сәл шыда, бәрі қалпына келеді деді. Әлия көз жасына булығып, Тоғжан апай, бірақ мұнымен қалай өмір сүруге болады деді. Әріптесі үнсіз ғана деп баяу жауап берді де теріс айналды. Сол күні Әлияны жұмыстан ертерек жіберді. Ол үйіне іштей бір шешімге келіп оралды. Тоғжан апайдың сөздерін ол кезде байсалды қабылдай қоймаған еді. Мұрат үйінде екен, ас үйден бір дәмді тағамның иісі шығып тұрды. Күйеуі ас үйден басын қиылтып, кінәлі кейіппен, жаным, мен бұл жерде сенің сүйікті картоп қосылған тауық етіңді әзірлеуді ұйғардым деді. Әлия аузын ашып үлгермей-ақ бөлмеден кішкентай Перизат, маматайым келді деп айқайлап жүгіріп шығып, оны құшақтай алды. Мұрат сөзін жалғап, мен қызды балабақшадан ертерек алып келдім деп қосып қойды. Іштей үлкен жанжалға дайындалып келген Әлия сасып қалды. Баланың көзінше қалай есеп айырыспақ? Күйеуіне тіс жармастан қызының бөлмесіне өтіп, ойы басқа жақта болса да, онымен ойнап отырды. Кейін Мұрат оларды дастархан басына шақырды. Ол әбден дайындалыпты. Үстел үстінде дәмді тағамнан бөлек шырын, сусын, жеміс-жидек және бір шоқ гүл тұр еді. Соңғысын Мұрат қысыла отырып Әлияға сұнды. Гүлді алған әйел оны терезенің алдына селсоқ қоя салды. Мұрат оны өзі құмыраға салды. Содан кейін үнсіз ас ішу басталды. Тамақтанып болған соң қыздары өз бөлмесіне жүгіріп кетті. Ал екеуі бір ауыз сөз айтпастан отыра берді. Әлия, мен бәрін түсіндіргім келеді деп, Мұрат ақыры тыныштықты бұзды. Әлия шумен, нені түсіндіресің? Өзіңнің опасыздығыңды ма деп жауап берді. Жоқ, ешқандай опасыздық болған жоқ. Бұл жай ғана сәуле ғой. Ол көрші учаскінің медбикесі, маған бұрыннан көз салып жүретін. Менің үйленгенімді де біледі. Ол мұның бәрін әдейі ұйымдастырған. Сенің қай шаштаразда істейтініңді біліп, әдейі барған. Ал мен оған жұмыс бабымен қоңырау шалуым керек еді. Дәл сол жұмыс бабымен сен оның телефонында сүйіктім деп жазылыпсың ба? Әлде оны кәсіби тұрғыдан сүйдің бе деп Әлия көзін сығырайта сұрады. Мұрат қысылып, жоқ, олай болған жоқ деді. Әлия даусын көтеріп, мен өз көзіммен көрдім деп айқайлап жіберді. Оның төзімі таусылған еді. Бейне бір бөгет бұзылғандай болды. Ол күйеуіне айқайлап, оны айыптап, жылады. Мұрат болса бұл жай ғана түсініспеушілік екенін айтып, басын тауға да тасқа да ұрды. Кейіннен мұндай жағдайдың енді қайталанбайтынына серт берді. Қайталанбайды деші? Я, сенікі дұрыс, қайталанбайды. Өйткені мен сенімен ажырасамын. Бәрі бітті, жоғал үйден, кет деп Әлия тоқтамады. Мұрат, Әлия, ашуға бой алдырма, ортада қызымыз бар ғой деп күңкілдеді. Мен оны өзім-ақ өсіремін, ал сен енді оның көзіне көрінуші болма. Заттарыңды жинада, табаныңды жалтырат. Дәл осы сәтте ас үйге қорыққан кішкентай Перизат жүгіріп келді. Ол кезде ол шамамен 5 жасар бала еді. Кішкентай қыз анасының әкесін қуып жатқанын түсінгендей, әкемнің кеткенін қаламаймын деп жылап шыңғыра бастады. Әлия оны жұбатуға тырысты. Мұрат та ұмтылып еді, бірақ әйел оны қызына жақындатпады. Содан кейін сұмдық жағдай орнады. Кішкентай Перизат денесі тартылып құрсып қалды. Бұл сәтте Әлияның өзі зәре құты қалмай қорықты. Мұрат баланы
оның қолынан жұлып алып, алғашқы көмек көрсетті де жедел жәрдем шақырды. Перизатты ауруханаға алып кетті. Әлия онымен бірнеше күн бойы стационарда жатты. Дәрігерлер бұл жағдайдың қатты күйзелістен болғанын, ең бастысы баланы енді мұндай стресске түсіруге болмайтынын, әйтпесе жүйке ауруына ұласып кетуі мүмкін екенін ескертті. Міне, дәл сол сәтте Әлия өзінің ренішін алға тартуға ешқандай құқығы жоқ екенін түсінді. Иә, ол қызы үшін Мұратты кешірді. Олар татуласып, өмір қайтадан өз арнасымен аға бастады. Үйлеріне бақыт қайта оралғандай болды. Мұрат бұрынғыдай Әлияны жұмыстан алып қайтатын, бірге балабақшаға барып, бос уақыттарын бірге өткізетін. Уақыт өте келе бәрі ұмытылып, өз қалпына келді. Бірде Әлия Мұратты басқа бір әйелмен көріп қалды. Жоқ, әлгі жас медбике Сәуле емес, өте талғампаз киінген ханым екен. Екеуі дәмханадан шығып бара жатты. Үйдегі есеп айырысу бұл жолы сыпырлап, Перизат ұйықтап жатқандағанда болды. Мұрат тағы да бұл жағдайдың екінші қайталанбайтынына ант су ішті. Әлия тағы да сенді. Одан кейін де бірнеше рет осындай түсініспеушіліктер болды. Әлия бірде сенсе, бірде сенбеді. Жай ғана қыз үшін күйеуімен бір шаңырақ астында күн кеше берді. Ал Перизат болса ақылды да сұлу қыз болып бойжетті. Денсаулығында да ешқандай кінәрат болмады. Мектепті бітіргеннен кейін ол елордаға экономикалық жоғарғы оқу орнына түсіп, ата-анасының қасынан кетті. Үйге тек каникул кездерінде немесе мерекелерде ғана келіп тұратын. Ал Әлия мен Мұрат болса, оның көзінше бәрі тамаша отбасы сияқты кейіп танытуға барын салды. Әсіресе қызының кезіндегі ауырған сәтін ұмытпаған Әлия бұл жағдай тағы да қайталана ма деп қатты қорққандықтан көбірек тырысатын. Ал Мұрат болса, бұл өмірде оған бәрі кешіріледі. Әлия бәріне шыдайды деген оймен, кейде әріптестерімен, кейде сырттай романдар бастап, тіпті үйіне қонбайтын кездерді де шығарды. Олар шындап келгенде тек көршілер сияқты өмір сүрді. Тек қыздарының алдында ғана бақытты отбасының рөлін ойнады. Әлия бірнеше рет өзінің жеке сұлулық салонын ашуға талпынғанымен ештеңе шықпады. Бірде ақша жетпесе, бірде уақыты болмады. Ал Мұрат болса, бұрынғысынша учаскелік терапевт болып жұмыс істеп жүрді. Дәрігер ретінде жаман болмағанымен, жалақысы неге екені белгісіз, тым аз болатын. Әлия одан көп табатын. Әлде ол бірдеңені білмей жүрді ме? Я, білмеген екен. Кейіннен Мұраттың сыртта екінші бір отбасы бар екені, одан да бір бала өсіп келе жатқаны белгілі болды. Әлия бұны кездейсоқ біліп қалды. Күйеуінің бір жас әйелмен және балалар арбасымен серуендеп жүргенін көрді. Дәл кезінде өзі мен Перизат серуендегендей бәрін түсінді де оларға жақындамай-ақ қойды. Мұрат оны көріп қалып, тағы да сасып қалғанымен, кешке үйге келгенде Әлия одан бұл оның баласы ма деп төтесінен сұрады. Күйеуі бұл жолы шалтармастан бас дәрігердің хатшысының өзінен босанғанын мойындады. Міне, 47 жасқа келген егде жастағы сезім қуғыш, қарттық шелікі соққан деген осы шығар. Әлия онымен бірден ажырасқысы келген еді. Бірақ дәл сол сәтте Перизат телефон соғып, қуанышты хабар жеткізді. Бір айдан кейін диплом алатынын және Дәурен екеуі неке қию сарайына өтініш беріп қойғандарын, үйге қонаққа келе жатқандарын айтты. Әлия сол кезде күйеуіне құрғақ қана, қызды ұзатып үйлендірейік, сосын ажырасамыз. Содан кейін менің пәтерімде сенің ісінде болмасын деді. Мұрат кенеттен іскер кейіппен, есінде болсын, мүлікті бөлісеміз. Менде пәтердің өз үлесіме тиесілі бөлігіне үміткермін деп жауап берді. Әлия таңырқай, сен неге үміткерсің деп сұрады. Бұл пәтер маған тұрмысқа шыққанға дейін әжемнен қалған, бірақ мен бұған қаншама қаражат салдым. Мен заңгерлерден сұрастырдым.
сен маған бәрін өтеп беруің керек. Әлия мысқылдай күліп, сен бұған не салдың? 2 шегені қисық қаққаның ба? Жақсы, сол шегелерің үшін мен саған төлейін деді. Осы жолы неге екені белгісіз, оның жанында не реніш, не ауырсыну сезімі болған жоқ. Бәрі іштей күйіп жатқан еді. Әлия алдағы ажырасу мен күйеуінің талаптарын өте сабырлы қабылдады. Бәрінен шаршағаны сондай, өзін бейне бір 100 жасқа келгендей сезінді. Бірақ алда қызының тойы күтіп тұрған еді. Олар тойды өте жақсы деңгейде өткізді. Елордаға барып, Дәуреннің ата-анасымен танысты. Бәрі дұрыс болды. Жастар Дәуреннің әжесінің пәтерінде тұра бастады. Перизат та, ол да бір сауда компаниясында жұмыс істейді және бір-бірін өте қатты жақсы көретіндері көрініп тұрды. Әлия тойда қызының өзінен бақыттырақ болуын тілеп, көз жасын жасырын ғана сүртіп отырды. Содан кейін ажырасу да орын алды. Әрине, Мұратқа пәтердің ешқандай үлесі бұйырмады. Ол тек көлікті, үлкен теледидарды және кейбір заттарды алып кетті. Дегенмен, Әлия үшін бұл ұсақ түйектердің ешқандай маңызы жоқ еді. Тек оның өмірінен кетсе болғаны. Мұрат соңғы заттарын жинап жатқанда, Әлия пәтерде отырып, оны бақылап тұрды. Әйел осы бір ұсақшыл адаммен соншама жыл бірге тұрғанына сене алмады. Мұрат кетер алдында қабырғадағы теңіз көрінісі салынған суретті алып жатып, бұл да менікі, бұны маған анам туған күніме сыйлаған еді деді. Ол ескі, кей жерлері жырылған сурет еді. Әлия тіпті мысқылдап күліп жіберді. Қоқысқа азырақ зат шығаратын болды. Ал күйеуі есікті тарс жауып, кілттерді тумбочканың үстіне тастап кеткенде, ол кенеттен жылап жіберді. Міне, ол енді жалғыз қалды. Оның бүкіл өткен өміріне бейне бір тұман, кенеттен ғайып болған елес сияқты еді. Ол осы жылдар бойы не үшін тұрмысты ретке келтіріп, отбасылық ұяны жылытты. Біраз жылап алғаннан кейін оны үлкен ашу кернеді. Өткен өмірді, күйеуін еске түсіретін мәселелердің бәрінен құтылу керек. Ол өзінің жүйкесіне тиетін заттардың бәрін лақтыра бастады. Жатын бөлмедегі перделерді, жамылғыны, кейбір кітаптарды, вазаларды лақтырды. Қоқыс жәшігіне бірнеше рет барып, пакеттерді тастап келді. Ең соңғысы кілем болды. Жатын бөлменің қабырғасында ілулі тұрған үлкен кілем. Ол пәтерде Мұрат келгенге дейінде бар еді. Әжесінен қалған. Әлия оны неше рет лақтырғысы келгенімен қимаған еді. Өйткені ол таза парсы кілемі, әрі әжесінен қалған естелік болатын. Бірақ сол кеште ол ашу үстінде оны қабырғадан жұлып алды. Өзі сондай ауыр екен. Әлияның күші қалмағандықтан кілемді шиырықтап қоймаға тыға салуға ғана шамасы жетті. Оны сәл кейінірек лақтыруды ұйғарды. Ал жанында тек жанаруға деген үлкен құштарлық жанып тұрды. Ол ертең міндетті түрде барлық түс қағаздарды жұлып алып, жөндеу жұмыстарын бастайым деген оймен ұйқыға кетті. Өйткені дәл қазір еңбек демалысына шыққан еді. Уақытты да жеткілікті. Таңертең ашуы сәл басылды. Пәтердегі барлық түс қағаздарды жұлып үлгермесе де ас үйден бастады. Жөндеу жұмыстары үстінде оны әкесінен, ата-анасының ажырасқанын естіген қызы келіп тапты. Ол телефон соқпай өзі келіпті. Қасына жас күйеуінде ертіп келіпті. Перизат антарыла қарап, «Мама, сіздер сондай жақсы тұрып жатыр едіңіздер ғой, неге ажырасып кеттіңіздер?» деді. Әлия түс қағаз желімін алмастырып тұрып, «Қызым, бұл баяғыда болған жағдай. Жай ғана әкең екеуміз тіс жармай келдік» деп жауап берді де, қызына бәрін болған күйінде айтып берді. Перизат қатты таңғалды. Дәурен де солай. Ол әйелінің ата-анасын идеалды қарым-қатынаста деп ойлады. Кейін жастар естерін жинап, жөндеу жұмыстарына араласып кетті. Осылайша күтпеген жерден бір аптаның ішінде Әлияның пәтері құлпырып шыға келді.
күйеуімен сонша жыл бойы жөндеу жүргізбе алмап еді. Ал бұл жерде бәрі тез арада орнады. Барлық бөлмелерде жаңа түсқағаздар, дәлізде жаңа линолеум, кей жерлерін сырлап әктеді, тіпті ішкі есіктерді де жаңадан орнатты. Бірақ бұған арнайы мамандар шақырды. Өте әдемі болды. Перизат пен Дәурен үйлеріне әбден шаршап қайтты. Олар ата-анасын татуластыруға келіп, сонында құрылыс бригадасының мүшесі болып шықты. Перизат анасына осылай жақсы болса, осылай өмір сүре берсін, ал әкесіне де жаман емес сияқты деп ұйғарды. Бірақ бәрібір сәл өкінішті еді. Ал Әлия ше? Я, сырттай бәрі жақсы көрінгенімен жанындағы бостық тек ұлғая түсті. 45 жасында жалғыз қалғанын сезіну жанының қатты ауыртты. Міне қазірде көлікте отырып, ол шаштараздағы әңгімелерді есіне алды. Бәрін құттықтайды, бәрі мерекеге дайындалып жатыр. Ал ол болса шетте қалғандай. Аялдамадан түскен соң ол бәрібір дүкенге кіріп, өзіне бір дәмді нәрсе сатып алуды, өз-өзіне мереке ұйымдастыруды ұйғарды. Содан басы айналып жүріп, бір шама тауарларды жинап алыпты. 2 үлкен пакет қажет болды. Дүкеннен ентіге шыққан Әлия іштей өзін сөгіп келе жатты. Осыншама затты несіне сатып алды? 2 пакет шырын, ірімшіктің 3 түрі, шұжық, саңырау құлақ, тағы да көптеген нәрселер. Ал мына мерекелік сусынды несіне алды? Дүкен есігін ашып тұрған, үстіндегі күртесі тозған бір қарт адам оған мас күйде күлімсіреп келе жатқан мейрамыңызбен деді. Әлия рахмет деп күңкілдеді де өз жүгімен сыртқа қарай қадам басты. Іштей мұнды мысқылмен, я, енді міне тек осындай үй-күйсіз күйдегі шалдар ғана құттықтайтын болды. Қалыпты еркектер маған қарамайды да. Жалғыз қалғаныма жарты жыл болды. Әлі ешкімді жолықтырмадым, жолықтыруға да тырыспадым дегенмен деп ойлады ол. Бірақ оған ешкімнің де қажеті жоқ. Ол бәрін өзі жеңеді. Оның жаңа өмірі басталды. Осы сәтте ол неге екені белгісіз қоймада томпарылып тұрған ескі кілемді есіне алды. Жаңа өмірді бастау үшін ескі заттардың бәрінен құтылу керек дейді ғой. Бәлкім осы кілем бәріне кінәлі шығар. Әлия ауыр пакеттерді сүйреп келе жатып, үйге бара сала осы бір шан жинағыштан құтылуды іштей нық бекітті. Ал ертең 8 наурызда оның жаңа өмірі нақ басталады. Бұл өзіне берген серті. Кіре берісте үйреншікті мысықтың, қуырылған картоптың және хош иісті заттың иісі шығып тұр еді. Әлия мұрнын шүйіріп, қолын тартқан ауыр пакеттерді қаттырақ қысып, баспалдақпен жоғары өрледі. Жоқ, ертең оның да мерекесі болады. Сондай-ақ ол ертең өзінің бүкіл өмірін өзгертетін жанды міндетті түрде жолықтырады. Үйге кіре сала аяқ киімін де шешпестен ас үйге өтіп, өнімдерді қойды да қоймаға қарай беттеді. Кілем үлкен шегеге ілулі тұрған жол сөмкесіне иек сүйеп, мұңыла ғана қарап тұр екен. Әлия оны өзіне қарай нық тартты. Кілем оның иығына аққудың мойнындай жұмсақ орныға кетті. Әйел оның ауырлығына уфілдеп қоймадан шыға берді. Бірақ кілем бейне бір өзіне дайындалған тағдырды сезгендей мекеменнен еш шыққысы келмеді. Бірақ Әлия бар күшімен жұлып қалғанда мына шан жинағыш әлгі шегеге ілініп қалған екен. Тағы бір жұлып еді, бірден тарс етіп сынып, кілем Әлияның қолына түсті. Дәлізге шыға бергенде оны ұстай алмай, ол еденге күрсілдеп құлады. Әйел балағаттап жіберіп, шаршаған күйі оның қасына отыра кетті. Енді мұны қоқысқа дейін сүйреу керек қой. Ол шиыршықталған кілемге және пакеттерден қызарып кеткен қолдарына торға қарады. Бірақ лаж жоқ, істеу керек. Әлия күрсініп орнынан тұрып, кілемді қалай ыңғайлы көтеруді ойластыра бастағанда, кенет оның көзі бір затқа түсті. Ол кілем ішінен жаңа линолеум үстіне жылтырап түскен еді. Әлия таңырқай отырып,
әлгі затты қолына алды. Бұл шынжырлы алтын медальон еді. Бұл жерге қайдан келген? Әйел кілемнің жиегін қарап, оның ішкі жағына кішкентай қалташа тігілгенін көрді. Оның бір жағы жыртылған екен. Сірә кілем қоймадағы шегеге дәл осылай қалташасымен ілініп қалған ба? Бірақ бұл қандай медальон? Кімдікі? Әлия оны қолында айналдырып жүріп, кішкентай батырманы басып қалғанда медальон ашылып кетті. Оның бір жағында өзіне өте ұқсайтын жас қыздың суреті, екінші жағында тенісші киімдегі айбынды жігіттің суреті бар екен. Ал жиектерінде Нұржамал мен Болат мәңгі бірге деген жазу тұрды. Суреттегі қыздың, Әлия, әрине өзінің апасы Нұржамалды таныды. Оның есімі де Нұржамал еді. Ал мына жас жігіт кім? Әкесі ме? Осы ойдан Әлияның тынысы тарылып қалды. Өйткені оның әкесінің аты Болат қой. Әйел кілемді ұмытып, оны дәліз қабырғасына асырып қойды да, күртесімен етігін шешіп, қонақ бөлмеге өтті. Диванға ынтарыла отырып, медальонды қарауын жалғастырды. Міне, қандай олжа, енді мұнымен не істеу керек? Ол өмір бойы өзінің әкесінің кім екенін білгісі келіп еді. Міне, оның суреті алдында тұр. Кештің қалған бөлігін Әлия аптыраған сезіммен өткізді. Бұл медальонды кім таққан? Әжесі ме, әлде анасы ма? Және не үшін тықты? Қандай қажеттілік болды? Әйел қайта-қайта шәйнекті қойғанымен, оны шынаяққа демдеуді ұмытып, қайта-қайта қайнатып жатты. Байқаусызда шұжық пен ірімшіктің бір тілімін жеп қойғанын да аңғарған жоқ. Бәрі автоматты түрде болды. Ал ойы мүлдем басқа жақта еді. Ол қандай да бір құпияның бетін ашты. Бірақ оның қандай құпия екенін өзі де түсіне алмады. Егер бұл оның әкесі болса, оны табуға бола ма? 50 жылдай бұрын түсірілген кішкентай сурет арқылы қалай таппақ? Әлия медальонды қайта қарап, оның арзан алтыннан жасалмағанын және көне жәдігерге ұқсайтынын енді ғана байқады. Егер солай болса, оны қайдан келгенін, қайда жасалуы мүмкін екенін білуге тырысуы керек. Қысқасы, халықаралық әйелдер күні Әлия ломбардқа баруды ұйғарды. Бірақ олардың мереке күні істейтініне сенімді болмаса да, көрпеге оранып, аптыраған күйі ұйқыға кетті. Таңертең оны есіктің қоңырауы оятты. Көрпеге оранып, шашы қобарған, ұйқысы қанбаған күйі есікті ашуға барды. Демалыс күні кім келу керек екен? Табалдырықтан қолына өзінің сүйікті қызыл раушан гүлдерін ұстаған Мұрат тұр еді. Кінәлі әрі аптыраған кейіппен бір аяғынан екінші аяғына ауысып тұр екен. Әлия амандасудың орнына саған не керек деп күңкілдеді. Ассалаумағалейкум Әлия, мерекеңмен. Мұрат гүл шоғын ұсынып, дәлізге қарай бір қадам жасады. Әлия мысқылдап гүлді алғанымен, рахмет әрине, бірақ таңертеңнен бері маған несіне келдің? Жас әйеліңмен балаң қайда деді. Мұрат, Әлия, мен сөйлескім келіп еді деп, күшіктей жәутеңдеген көз қараспен қарады. Әлия иығын қиқан еткізіп, сәл ойланып барып кейін шегінді. Жақсы, кірсең кір. Мұратты 2 рет шақырудың қажеті болмады. Ол бірден үйге кірді. Әлия ас үйге өтіп, тумбочканың үстіне жайғасып, қолдарын тізесінің арасына қысып отырған бұрынғы күйеуіне қарамауға тырысып, шәйнекті қосты. Іштей оның дәл бір күшік сияқты екенін байқамады. Таңғаларлығы, оған деген ешқандай сезім қалмаған еді. Бейне бір бөтен еркек келгендей, онымен сонша жыл бірге тұрып, қыз босанғаны да ұмытылғандай. Әлия, мен сенен бәрі үшін кешірім сұрағым келеді деп, Мұрат ақыры дауыспен сөйлеп, сосын нық дауыспен, мен сенің алдында сондай кінәлімін деді. Әлия раушандарды құмыраға салып жатып, салқын ғана, енді не істейін, өткенді қайтару мүмкін емес деп жауап берді. Иә, мүмкін емес, бірақ біз бәрін басынан бастауға тырыса аламыз ғой. Уәде беремін, бұл жолы бәрі басқаша болады деді. Мұрат, Әлия таңырқай, бұл жолы дейсің бе? Ал бұған сенің қазіргі әйелің қалай қарайды?
Ол да мен сияқты бәріне шыдап, байқамаған кейіп танытады. Сендер де бала үшін бірге тұрасыңдар ма деп сұрады. Мұрат сәл дауысын бәсеңдетіп, әйелім де, балам да жоқ деді. Яғни, қалай жоқ? Әлия, мен ажырастым, түсінесің бе? Ол мені алдап келген. Әлия, солай ма? Ол да алдапты ма? Деп жүйкесі жұқара күлді. Ал Мұрат оның мысқылына қарамастан әңгімесін жалғастыра берді. Сөйтсе оның жас әйелі Еркежан басқадан босанған екен. Бұл алдау Мұрат баланың қан тобын білгенде ашылыпты. Бала туылғанда бұл туралы сұрастыру ойына да келмепті. Жас әйеліне сондай сенген екен. Ал кейін баланың медкартасын қарағанда оның қан тобы мен Мұраттың қан тобы мүлдем сәйкес келмейтінін көріпті. Әрине, содан кейін әйелімен үлкен жанжал болып, ол өзінің әріптесі хирург Бақытжанмен бірге бір сәттілік байланыс болғанын мойындапты. Еркежан бұл жай ғана қателік, уақытша адасу деп анту ішкенімен Мұрат оған сенбепті. Оның үстіне Бақытжанмен ашық сөйлескенде ол Еркежанмен қарым-қатынас болғанын және онымен жалғастыруға қарсы еместігін, тек ол Мұраттың әйелі болғандықтан сәл ыңғайсыз болғанын айтыпты. Мен ол емханадан уын ішкендей болып жұмыстан шықтым. Мына Бақытжанды көргім келмейді. Қазір жеке клиникаға орналастым. Неге бұны бұрын-соңды істемедім екен деп таңғалдым. Әлия, мен ол жерде бірнеше есе көп табамын. Графикі де тыныш, деді Мұрат, саусақтарын қысып отырып. Әлия, ол жерде де әдемі жас дәрігер қыздар мен медбикелер бар шығар деп қосып қойды. Мұрат, Әлия, мен сені сендіремін. Мен өзгердім. Осы уақыт ішінде менде үлкен қайта бағалау болды. Мен сенен басқа ешкімнің маған қажеті жоқ екенін түсіндім. Ортада қызымыз бар ғой деп жалбарына қарады. Әлия ойланып, иә, қызымыз бар. Оны нақ сенен босандым. Тек Мұрат, білесің бе, ішімде бір нәрсе үзіліп кетті. Ештеңеде қаламаймын, деді. Әлия, мен сені асықтырмаймын. Сен бәрібір ойлан. Мүмкін емес. Шай ішесің бе? Деді ол бір қалыпты дауыспен. Бұрынғы күйеуі бас изеп, тосаппен шай іше бастады. Әлия да өз шын аяғынан жұтынып қойып, ара-тұра мына тозған сезім қуғышқа қарап қойды. Иә, ол қатты уайымдап отыр екен. Ал өзіне бәрібір еді. Қызық, кеше ғана ол үйге ешкімге керексізбін, өмірім бітті деп мұңайып келіп еді. Ал бүгін өмір оған отбасылық өмірді қайта бастауға тағы бір мүмкіндік бергендей болғанымен, мына адаммен ештеңеде істегісі келмейді. Әлде ол асығып тұрма? Әлия терезеге бұрылып, еріп жатқан қарлар мен терезе алдындағы көңілді тамшыларға ойлана қарады. Бәлкім, ішінде әлі де реніш тірі шығар. Өйткені Мұратпен бірге көптеген жақсы сәттерде болды ғой. Кезінде оны қатты жақсы көрді емес пе? Мұрат бірдене деді. Әлия бірден естімей оған таңырқай бұрылды. Мұрат сәл көңілденіп, үй ісіне көз тастап, жөндеуді жақсы жасапсың, бригада жалдадың ба деп қайталады. Жоқ, өзім істедім. Перизат пен Дәурен сәтті келіп қалып көмектесті. Тек есіктерді мамандар орнатты. Жарайсың, сондай жақсы болып кетіпті. Біздің пәтеріміздің осыншама шипалы әрі жайлы болатынын ойламаппын. Ал бұрын жайлы емес пе еді? Жоқ, мен басқа мағынада айттым. Сен әрқашан жақсы үй иесі, жақсы жар және ана болдың. Мен тек соны бағаламаппын, деп Мұрат ыңғайсызданды. Оны қазір түсінгеніне де рахмет, деп Әлия салқын жауап бергенімен ішінде бір сезім қылан бергендей болды. Жоқ, ол сезім болуы мүмкін емес. Бәрі бітті. Әлия басын шайқап, бұрынғы күйеуіне тік қарады. Мейраммен құттықтағаныңа рахмет, бірақ саған кету керек. Мұрат сескеніп, біреуді күтіп тұрсың ба деп сұрады. Әлия еш күмәнсіз өтірік айтып, иә, мен бүгін кездесуім бар, деді. Егер солай болса, кешір, мазанды алғаныма, мен барайын, тағы да кешірім сұраймын. Мен сенің өмірінде енді жоқ екенімді түсіндім, деп Мұрат күңкілдеді. Ол орнынан тұрып, ас үйден шықты да
кенет бөлмелер жаққа бұрылды. Мен жай ғана осы жерде тағы бір рет болып, бәрін қалай өзгергенін көргім келеді деп кінәлі кейіппен көзін тайдырды. Енді оны қуып шықпайды ғой. Әлия қолдарын қусырып, дәліз қабырғасына сүйеніп оны күтіп тұрды. Кенет қонақ бөлмеден оның таңғалған дауыс естілді. «Ого, бұрын сенде мұндай нәрсе болмап еді?» Әлия бөлмеге көз салды. Тумбочканың үстінде әлгі медальон жатыр еді. Мұрат оның қасында тұрып, қолына алуға батпай, жоғарғыдан қарап тұр екен. «Әлия, бұл алтын ғой, өте қымбат зат. Ал сен не деп ойладың?» деп ол мысқылдады. «Қайдан келді? Саған не айырмашылығы бар?» «Сыйлады. Саған қазір келетін адам ба?» «Нақ солай». Мұрат оған уайыммен қарап, «Әлия, абай бол. Егер осындай қымбат заттар сыйласа, сұрауы да аз болмайды» деді. Әлия жүйкесі жұқара, «Мен мұны ескеремін, Мұрат. Кетші» деп жауап берді. Оның мына жасанды қамқорлығы оны қажыта бастаған еді. Оған бұл медальонның қайдан келгенін айтып жатудың еш қажеті жоқ. Мұрат басқа ештеңе айтпастан қоштасып дәлізде күртесін киіп, аяқ киімін іліп, «Өзіңді күт» деп шығып кетті. Ол тек ауыр күрсініп, оның қатысуынан шаршаған бүкіл болмысымен көрсетті. Шын мәнінде олай емес еді, бірақ ішіндегі бір қырсықтық кенеттен оянған болатын. Күйеуі кеткеннен кейін ол ас үйде ұзақ отырып, суып қалған шайды ішіп, гүлге қарап, тағы да жылағысы келгенімен өзін ұстады. Бұрынғы күйеуі үшін енді көз жасын көл қылмайды. Ол оған ешкім емес. Кейіннен күйеу баласы, қызы, таныстары, әріптестері телефон соғып, Әлияны мерекесімен шын жүректен құттықтады. Әйелдер қауымына ол да құттықтаумен жауап берді. Бұл күні телефонның осыншама белсенді болатынын күтпеген еді. Түстен кейін кешегі сатып алған шұжық, ірімшік пен тағы да басқа дәмді заттарды алып, мерекелік сусынның бетін ашып, теледидардың алдына жайғасты. Ішіп жеп отырып, ескі киноларды тамашалады. Осылайша көңіл күйі де көтеріле түсті. Тек ара-тұра көзі медальонға түскенде іштей түрлі сұрақтар туындайтын. Бірақ бүгін ол бұл сұрақтарға жауап іздемейтін, оны сәл кейінге қалдыратынын ұйғарды. Дегенмен мереке күндерінен кейін Әлия медальонды алып ломбардтың біріне аттанды. Ғаламтордың мәліметі бойынша онда бағалы бұйымдарды анықтайтын өте жақсы маман бар екен. Бағалаушы медальонды мұқият қарап шығып, әйелге қызыға қарап, «Қызықты жәдігер екен ханым, бұл сізге қайдан келді?» деді. Әлия дайын тұрған өтірігімен мұрагерлік бойынша қалды деп жауап берді. «Құжаттары бар ма?» «Бар» деп әйел егжей-тегжейлі айтып жатудың қажеті жоқ екенін түсініп, тағы да өтірік айтты. «Бірақ мен мұның қазірге құнын түсіне алмай тұрмын. Бұл көне зат қой, қайда жасалғанын да білмеймін, білгім келеді». Бағалаушы бұйымды қолында айналдыра отырып, ішін ашып, суреттерге көз салды да қайтадан Әлияға қарады. «Мен қазірше мұның бағасы, мен қайдан шыққанын нақты айта алмаймын. Жиегіндегі жазу кейіннен жасалған. Бұл бұйымды арзандатады. Дегенмен өте қымбат зат. Егер қалдырып кетсеңіз, мен толығырақ анықтай алар едім» деді. Оның даусындағы бір нәрсе әйелді сескендіріп, ол басын шайқады. «Жоқ, қажеті жоқ. Бұл маған соншалықты маңызды емес. Бұл медальон мен үшін жай ғана естелік. Ең бастысы арзан емес екенін білдім». Әлия алғысын айтып, ломбардтан шыққанымен ішінде бір мазасыздық сезім ұялады. Күні бойы тұтынушылармен жұмыс істеп жүрсе де, осы бір қобалжудан арыла алмады. Көз алдында әлгі бағалаушының өткір көзқарасты қарттың бейнесі тұрып алды. Оның қарлыққан даусы құлағында жаңғырып тұрғандай болды. «Бұл зат сізге қайдан келді ханым?» Үйге келе сала, Әлия бірінші шаруа ретінде медальонды қайтадан кілемнің ішіне тығып, қалташасын мықтап тігіп тастады да кілемді қоймаға қайтарды. Әзірше осылай болғаны дұрыс деп ішкі түйсігі сыбырлады. Дегенмен әкесі туралы ойлар оған тыным бермеді. Бәлкім
ол әлі тірі шығар. Ол өзінің туыстарын еске түсіріп, мына құпияның пердесін ашуға кім көмектесе алатынын ойлады. Одан ауылда тұратын Ләззат тәтесі есіне түсті. Тәтесі Әлияның анасы Нұржамалдың немере әпкесі болатын. Жас кезінде олар өте жақсы араласқан еді. Ләззат ол кезде қалада тұрып, аспаздық мамандықта оқыған. Кейін ата-анасының қасына барып, сонда тұрмысқа шыққан. Өмір бойы ауыл асханасында істеген және әлі тірі болуы керек еді. Өйткені туыстар арасында бірдеңе болса міндетті түрде хабарласатын ғой. Әлияның өзі тәтесімен көп жылдар бойы араласпаған. Тек анасының жаназасында ғана көрген еді. Содан кейін бірнеше жыл бойы телефонмен мерекелерде құттықтап тұрғанымен соңғы жылдарда мүлде алыстап кеткен. Әлия оның нөмерін тергенімен тұтқа үнсіз қалды. Сондықтан әйел өзі барып жолығуды ұйғарды және алдағы демалыс күндері ауылға аттанды. Аққайын ауылы қаладан 100 шақырымдай жерде орналасқан еді. Шанды қоғамдық көлікте шайқалып келе жатқан әйел бұл кездесудің қалай өтетініне қатты уайымдады. Мүмкін тәтесі оны танымай сөйлескісі де келмей қалар. Көлік ауылға кіргенде Наурыздың күні ұясына батуға шақ қалған еді. Әлия, егер тәтесі оны үйіне кіргізбесе, далада түнеуге тура келетінін түсініп, аялдамадан қобалжи шықты. Өйткені келесі көлік таңертең ғана болады. Бұл ауылға Әлия мектеп кезінде ғана келгенімен барар жолды жақсы білетін. Ләззат тәтенің үйі көшенің соңынан санағанда оң жақтағы екінші үй болуы керек еді. Үйге жақындағанда ол аңтарылып тұрып қалды. Үй сол үй сияқты болғанымен мүлдем өзгеріп кетіпті. Бұрын бұл қарапайым ағаш қоршаулы үй еді. Ал қазір кірпіштен соғылған шатыры заманауи темір қоршаулы үйге айналыпты. Әйел есіктің тұтқасын ақырын басып еді, ол ашылды. Әлия аулаға қадам басты. Үй иелерінің өте дәулетті тұратыны бірден байқалады. Кен гараж, жақсы қора жайлар бар екен. Кенет итхадан иттің гүрсілдеген даусы шықты. Әлия үлкен төбетті көріп кейін шегінді. Дәл осы сәтте үйдің есігі ашылып, ішінен жасы 50-лер шамасындағы ұзын бойлы, ірі денелі азамат шықты. Сізге кім керек деп, ол өте жылы сұрады. Сәлеметсіз бе? Бұл жерде бұрын Ләззат тәте тұратын еді. Мен Әлиямын, оның жиен қарындасымын деп әйел жасқана жауап берді. Ер адам мысқылдай күліп, жиенім дейсің бе? Әлиясың ба деді. Ей, мен Серікпін ғой, таныдың ба? Әлия таңырқап, Серік деді. Бұл Ләззат тәтенің ұлы еді. Жас кездерінде анасымен қонаққа келгенде бірге ойнаған туысы болатын. Әлия оның өзін жергілікті көлде жүзуге үйреткенін, орманға барып саңырауқұлақ жинатқанын есіне алды. Мектептен кейін әскерге кетіп, содан кейін қиыр шетте жұмыс істегенін естігенімен, одан кейінгі өмірінен хабарсыз еді. Дәл өз Әлия, деп Серік күлімсіреді. Есейіп кетіпсің. Әрине, кір, анам үйде. Біз дәл қазір кешкі асқа отырып жатыр едік. Көп ұзамай Әлия Серіктің отбасымен танысты. Әйелі Тоғжан өте қонақжай әйел екен. Ұлы ол жаста ересек жігіт болыпты. Серік қиыр шеттен келген соң өз ауылына орнығып, кәсіппен айналысыпты. Ісі өте алға басыпты. Үйін жөндеп, анасын да қасына алыпты. Әлия Ләззат тәтені өте қартайған кейіпте көремін деп ойлағанымен, ол 70-пен асса да өте ширақ тын екен. Әлияны бірден таныды. Ой, ананнан алынмай қалыпсың деп тәтесі оны құшақтап жылады. Сөйлесіп мән-жайды түсінгеннен кейін олар енді байланысты үзбеуге уәде берісті. Ал әлгі телефон нөмері баяғыда өзгеріп кеткендіктен Әлия хабарласа алмаған екен. Отбасы мүшелері өз шаруаларымен кеткенде Әлия мен тәтесі оның бөлмесіне өтті де. Әлия, Ләззат тәте, мен сізге негізгі бұйымтаймен келіп едім деп ағынан жарылды. Қарт ана бас изеп, иә түсіндім, айта ғой, не шаруа деді.
Ләззат тәте, сіз менің анаммен жас кезінде өте жақсы араластыңыз ғой. Маған тек сіз ғана көмектесе аласыз. Айтыңызшы, ол сізге менің әкем туралы ештеңе айтпап па еді? Ол кім, қайда тұрады, немесе тұрған? Оның несіне сұрап қалдың? Өмір бойы тыныш қана тұрып жатыр едің ғой. Кенет есіне түсіпті деп тәтесі оған таңырқай қарады. Иә, мұндай оқиға болды, түсінесіз бе? Мен оның және анамның суретін тауып алдым. Оның теңізші болғанын ғана түсіндім. Анам ол туралы тіс шырмаған еді. Білгім келді. Қарт әйел сәл ширығып, қандай сурет деп сұрады. Әлия сәл қысылып, медальонды тауып алғанын, ондай кішкентай суреттер мен жазу бар екенін айтты. Ләззат тәте еріндерін сығамдап, медальон деші деді. Оның даусы кенеттен өзгеріп, қаталдана түсті. Өзі де ширығып кетті. Ол біраз уақыт үнсіз отырып ойға батты. Әлия да әңгімені жалғастыруға батпай күтіп отырды. Ей, айналайын, сенің әкең теңізші емес, қылмыскер болған. Ананың ол туралы үндемей кеткені де дәл сол. Өте жағымсыз шындық еді, деп қарт әйел ақыры сөйледі. Қылмыскер ме? Бірақ ол суретте теңізші киімінде ғой. Мұны қалай түсінуге болады деп Әлия аңтарылды. Теңізші болып киініп суретке түсе салған. Болат мұндай масқараларды жақсы көретін деп тәтесі қабағын түйді де мұндай оқиғаны айтып берді. Жас медбике Нұржамал бірде жағалауда серуендеп жүріп, айбынды теңізші жігітпен танысады. Құрбыларынан қалай қалып қойғанын өзі де байқамай жаңа танысының қасында қалды. Болат түрлі әзілдер айтып, оны балмұздақпен, сусындармен сыйлады. Бәрі өте сыпайы, әрі әдемі болды. Сол алғашқы кездесуде Болат өзінің бір мекеменің матросы екенін, бұл портта бір аптаға ғана аялдағанын айтады. Нұржамал бұл жігітке бірден ғашық болды. Шамасы сол уақытта олар жағалауда суретке түскен шығар. Ал кейін ол суреттердің медальон көлеміне дейін қалай кішірейтілгенін енді ешкімде нақты айтып бере алмайды. Ләззат Нұржамалдың бұл жігітпен кездесіп жүргенін біліп, оның бір көргеннен ғашық болғанын естиді. Тіпті іштей қызығып та қояды. Бір апта бойы олар серуендеп киноға барады. Кейін Болат хат жазып тұруға уәде беріп кетіп қалады. Арада 2 ай өткеннен кейін Нұржамал оны өз қалаларында көріп қалады. Бірақ бұл жолы ол ақ халат киіп, бейне бір Нұржамалдың әріптесі сияқты қолына кішкентай сөмке ұстап үйден шығып бара жатады. Нұржамал оған қарай жүгіргенде ол сескене шегініп, саусағын ерніне басып, қадамын жылдамдатып кетеді. Нұржамал ештеңе түсінбесе де, дәл сол кеште Болат оның үйінің қасында тосып алып, өзінің құпия тәртіппен сақшы екенін, қылмыскерлерді құтқару үшін түрлі рөлдерге кіруге мәжбүр екенін айтып ақталады. Нұржамал бұл баланың сөзіне сеніп, оны кешіреді. Олар кездесуді жалғастыра береді. Көп ұзамай бұл хикаяны Әлияның әжесі Зейнеп әже біліп қояды. Ол бірде қызының сүйіктісін өз пәтерлерінде үстінен түседі. Тәрбиеші ана бұл жігіттің қызына кітап оқып бермей жүргенін түсініп, оны үйден қуып шығады. Қызының бетінен осы өмірінде алғаш рет тартып жібереді де, өзі жылап жібереді. Нұржамал да жылап, анасына Болат екеуінің жақын арада үйленетінін айтып сендіруге тырысады. Зейнеп әже бұған сенбейді. Бұл жігіт оған өте сұрқия көрінген еді. Қызына онымен кездесуге тыйым салады. Бірақ Нұржамал тыңдады ма? Біршама уақыттан кейін Болат оған дәл сол алтын медальонды сыйлады. Нұржамал анасына: «Мама, көрдіңіз бе? Бұл алтын ғой. Бұны маған Болат сыйлады. Ол мені шын жақсы көреді. Егер ештеңе сезбесе, мұндай қымбат сыйлық жасар ма еді?» деп қуана көрсетеді. Анасы: «Міне, осы нәрсе мені сескендіреді. Бұл бұйым тым қымбат. Мына жас жігіт мұны қай ақшаға сатып алды? Әлде құпия қызметте осыншама көп төлеме? Нұржамал оны таста, мына медальонды қайтарып бер. Әйтпесе мен оны лақтырып жіберемін» дейді. Нұржамал анасының сөздерінен қорқып
медальонды уақытша сақтауға Ләззатқа береді. Ол немере әпкесіне өзіне сенгендей сенетін еді. Ләззат ол кезде жеке сектордағы бір кейуананың үйінде жалданып тұратын. Медальонды сенімді түрде бір банкаға салып, ауладағы ешкім баспайтын алма ағашының астына көміп тастайды. Ал содан кейін сұмдық жағдай орын алады. Нұржамалды тәртіп бөліміне шақыртады. Міне, сол жерде ол бүкіл шындықты біледі. Сөйтсе, қарсанында бір қауіпті қылмыскер ұсталған екен. Ол адамдардың сеніміне тез кіріп, түрлі киімдерді киіп жүруді әдетке айналдырған екен. Иә, ол Болат еді. Ал Нұржамалды шақырту себебі, оны ұстамас бұрын Болаттың Нұржамалды үйіне дейін шығарып салғанын көрген екен. Оны тергеп, қылмысқа қатысы бар жоғын тексереді. Нұржамал тек жылаумен болады. Сонында оның еш қатысы жоқ екеніне сеніп босатады. Тек бойжеткен сәл өтірік айтып, Болаттың қымбат сыйлықтар бермегенін сұрағанда, берген жоқ деп жауап береді. Өйткені ол медальонды өткізгісі келмеген еді. Не болса да оны бәрібір жақсы көретін. Зейнеп әже қызымен сөйлескенде, әлгі медальонды есіне алып, оны лақтырдың ба деп сұрайды. Нұржамал оны Ләззатқа бергенін мойындамады. Зейнеп әже үндемегенімен келесі күні Ләззатқа келіп, медальонды қайтаруды талап етеді. Ләззат та бәрін біліп отырғандықтан артық уайымның қажеті жоқ деп оны қайтарып береді. Зейнеп әже оны шынымен лақтырғысы келгенімен неге екені белгісіз лақтырмапты. Тек оны кілемнің ішіне сондай шеберлікпен жасырып қойған екен. Өйткені Нұржамал өмірінің соңына дейін анасын ол заттан құтылды деп ойлап өткен еді. Ал Нұржамал өзінің аяғы ауыр екенін білгенде ұзақ уақыт үндемей жүрді. Анасынан қорықты. Бірақ Зейнеп әже бәрін өзінің әйелдік түйсігімен түсінгенде қызын құшақтап, ештеңе етпейді қызым, баланы өзіміз өсіреміз, ол тек біздікі болады, деді. Солай болды да, Әлия екі ең жақын адамының махаббатында өсті. Ал Болаттың кейінгі тағдыры белгісіз. Нұржамал бәрібір оны жақсы көріп, күтті. Кейін анықтауға барғанда оның түрмеде қаза тапқанын айтыпты. Міне, осындай іс деп Ләззат әте әңгімесін аяқтады. Әлия есеңгіреп қалды. Ол мұндай шындықты күтпеген еді. Бірақ не істейсің, тағдыр солай. Туыстарының үйінде түнеп, таңертең Әлия Аққайын ауылынан аттанды. Оларды қалаға келгенде міндетті түрде үйге соғуға шақырды. Туыс адамдар бір-бірінен алыстамауы керек қой. Әлия өз пәтеріне кіргенде аң-таң болып тұрып қалды. Үй ішінің бәрі асты-үстіне шығып кетіпті. Шкафтардың есіктері ашық, заттар еденде шашылып жатыр, жиһаздар қозғалған. Өзінің сүйікті өсімдіктері аударылып, құмыралары сынған екен. Қойманың іші де ақтарылыпты. Ал әлгі кілем дәлізде жатыр еді. Әлия қосымша қалташаны есіне алып, қараса, матасы жыртылып, медальон ғайып болыпты. Әйел бірден тәртіп сақшыларын шақырды. Олар келгенде бірінші кезекте не жоғалғанын сұрады. Әлия үй ішіне қарап, медальоннан басқа ештеңе жоқ деп мұңайды. Оның жаңа ғана жөндеуден шыққан үйі бейне бір шайқас даласы сияқты еді. Тәртіп сақшысы ол қандай медальон деп қызығушылық танытты. Әлия оны кілем ішінен қалай тауып алғанын және отбасына қалай келгенін қысқаша айтып берді. Бұл жағдай тергеушіні тіпті қызықтырып, ол бәрін міндетті түрде табуға уәде берді. Сондай-ақ бейтаныс олжаларға абай болуды және кез келген адамға сене бермеуді ескертті. Кетерінде сіз қай ломбардқа барып едіңіз деп сұрады. Әлия мекен жайын айта отырып, іштей таң қалды. Мұның бәріне әлгі бағалаушының қатысы бар. Онымен сөйлескеннен кейінгі өз сезімдерін есіне алып, тергеушінің сөзімен іштей келісті. Әрине, басқа кім болуы мүмкін? Аққайын ауылындағы туыстарын сезіктенбейді ғой. Тәртіп сақшылары кенеттен кейін арада бір сағатта өтпей-ақ есік қоңырауы соғылды. Бұл Мұрат еді. Өйткені Әлия болған жағдайды қызына ғана айтқан.
ал ол әкесіне хабарласқан екен. Содан ол бірден жетіпті. Әлия, өзің амансың ба деп ол уайымдай сұрады. Аманмын, тек енді түнге дейін мынаның бәрін жинау керек деп Әлия торға жауап берді. Жүр, мен көмектесейін. Сен, Мұрат, сен маған үй шаруасына қашан көмектесіп едің деп ол мұнды жымиды. Міне, енді көмектесемін деп ол үйге кіріп, күртесі мен аяқ киімін шеше сала, заттарды орнына қойып реттей бастады. Әлия оған қарап тұрып, іштей бір сәт күмән ұялағанымен, жоқ, Мұрат сезім қуғыш болса да қылмыскер емес қой деп ойлады. Үйді жинап болғанда түн ортасынан ауып кеткен еді. Олар өзара сөйлесіп жүріп, байқаусызда татуласып та кетіпті. Әйтеуір Әлия бұрынғы күйеуіне жұмсақ жауап беріп, бір-екі рет күлімсіреді де. Мұрат соңғы кітапты сөреге қойып тұрып, бәлкім бірдеңе жеп алармыз, ұрылар тоңазытқышты босатпаған шығар деп сұрады. Әлия күлімсіреп, иә, бәрі аман сияқты, тек мен ештеңе әзірлемедім, шұжық пен ірімшік жарай ма деді. Мен қазір бір тілім кепкен нанға да ризамын деп Мұрат ас үйге беттеді. Ол өзін үй иесіндей сезіне бастады. Ал бұл жағдай Әлияның жүйкесіне тимеді. Кейін олар ас үй үстелінде отырып, нан мен шұжықты жеп, мерекеден қалған сусынды ұрттап ұзақ сөйлесті. Бірге өткізген алғашқы жылдарын, қыздарының туылғанын еске алып, кейін неге бәрі бұлай болды деп мұнайды. Мұрат бәріне өзін кінәлады. Ал Әлия да іштей, кезінде соншалықты көнгіш болмауым керек пе еді. Күйеуіме дер кезінде ұрыс ұйымдастырып тұрғанда бәлкім сыртқа аз қарар ма еді. Мұндай салқындыққа жетпес пе едік деп ойлады. Мұрат тағы да, Әлия, мүмкін бәрін басынан бастауға тырысамыз деді. Ол тек иығын қиқан еткізіп күлімсіреді де саусағын ерніне басты. Асықпа. Мұрат оны түсініп бас изеді. Сол түні олар бөлек жатты. Ол өз төсегінде, ал күйеуі қызының бөлмесінде. Бірақ екеуі де бір-бірінің тынысын тыңдап, ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Арада бірнеше күн өткеннен кейін Әлияны тәртіп бөлімшесіне шақыртты. Тергеуші оның айтқан сипаттамасы бойынша пәтерде болған медальонның қандай зат екенін анықтағандарын айтты. Көп жылдар бұрын осы қалада бір зергер тоналған екен. Оны тонаған дәл сол болады екені кейін белгілі болыпты. Міне, сол ұрланған заттардың ішінде осы медальон да бар екен. Кейіннен барлық әшекейлер табылғанымен, мына медальон суға батқандай ғайып болыпты. Бұл бұйымның ерекшелігі оның бетінде кішкентай, бірақ өте қымбат зүбәржат тасы болған екен. Әлия медальонды есіне алып, онда ешқандай тас болған жоқ. Тек кішкентай ойық пен ботақтар сияқты белгі бар екен. Мен оны осылай жасалған деп ойладым деп таң қалды. Тергеуші бас изеп, шамасы тас дәл сол жерде болған. Әлия, меніңше қылмыскер тек медальонды емес, дәл осы тасты іздеп жүр. Олар оның соңынан тағы да келуі мүмкін деп күрсінді. Бірақ мен оны өмірімде көрген емеспін. Түсінемін, бәлкім әкеңіз оны анаңызға бермес бұрын алып алған шығар. Бірақ қылмыскерлер бұны білмейді. Сондықтан біз оларды тапқанша абай болыңыз. Кешке далада көп жүрмеңіз. Бейтаныс адамдарға есік ашпаңыз. Соншалықты бәрі сондай қауіпті ме? Өте қауіпті. Біз көршілерді тергедік. Ешкім ештеңе көрмепті. Бірақ дүкеннің қарсысындағы бейнебақылау камералары арқылы бұл іске өте қауіпті қылмыскерлердің қатысы бар екенін анықтадық. Ал ломбардтағы шал ше деді. Тергеушінің иығын қиқан еткізіп, ештеңе, ол ғайып болды. Тіркелген мекен жайында жоқ деді. Әлияның арқасынан суық сым жүгіргендей болды. Ол алда қиын күндердің күтіп тұрғанын түсінді. Және әжесі Ләззат тәтеден алған кезде мына лағнет ақыры медальонды несіне лақтырмады екен деп ойлады. Шыға берісте оны Мұрат күтіп тұр екен. Сен неге мұндасың деп Әлия таң қалды. Мен енді сені барлық жерде шығарып салып қарсы алатын боламын. Бәрі өте қауіпті. Мен тәртіп сақшыларының бірімен сөйлестім. Ол менің бұрынғы емделушім екен. Әлия,
бәрі сондай байсалды, деді ол нық дауыспен. Сен білесің, мен де білемін. Енді мен сенімен бірге боламын. Әлия мысқылдағысы келмегенімен шықпады. Сонша жылдан кейін ол өзінің бұрынғы күйеуіне басқаша қарағандай болды. Жоқ, ол ешқандай жігерсіз емес екен. Өз әйелін қорғай алатын нағыз азамат екен. Ал оның бұрынғы істері ұмытыла бастағандай. Сен мені қалай шығарып саласың? Өзіңде жұмыс істейсің ғой, деді ол. Мен өз есебіммен демалыс алдым деп Мұрат түсіндірді. Олай етуге бола ма? Бұрынғы емханада бұны құптамайтын еді ғой. Мен қазір жеке медцентрде істеймін. Онда да қатты ұнатпағанымен жіберді. Әлия үнсіз бас изеді. Мына жағдай оған мүлде ұнамағанымен Мұраттың қасында болғысы келген ниеті жанына жағымды еді. Мұрат пәтерге қайта көшіп келді. Бірақ Әлия бұның уақытша екенін ескертті. Ол келісті. Ол оны жұмысқа шығарып салып, қарсы алып жүрді. Олар араласып, бір шаңырақ астында тек дос ретінде күн кешті. Бірде Әлия салоннан шығып, аялдамаға қарай беттегенде, қасына кенеттен ескі көлік келіп тоқтады. Әлия есін жиып үлгермей-ақ ішінен ірі денелі ер адам шығып, оны көліктің ішіне күштеп тығып жіберді. Ол тіпті айқайлап та үлгерген жоқ. Көліктің ішінде ол әлгі ломбардтағы қартты көрді. Көлік орнынан жолына жөнелді. Әлия зәре-құты қалмай өз ұрыларына қарады. Олар үшеу еді. Әлгі қарт, қасындағы дәу және арық, үнемі шылым шегіп, терезеден қарап отырған жүргізуші. Сіздер кімсіздер және сіздерге не керек деп Әлия ақыры сөйлей алды. Қарт қарлыққан дауыспен: ханым, біз сізбен жолыққанбыз. Мені танығаныңызды көріп тұрмын. Сондықтан ашық сөйлесейік. Маған сізден азғана нәрсе керек. Өзіңізге тиесілі емес затты қайтарыңыз, деді. Мен бөтен ештеңе алған жоқпын. Келісемін, сен алған жоқсың. Бұны сенің әкең Болат оңбаған алған. Сен медальон туралы айтып тұрсың ба? Ол сіздерде ғой. Менің пәтеріме түскенде сіздер емессіз бе, деп Әлия айғайлады. Қасындағы дәу тез түсінеді екен деп мысқылдады. Қарт сөзін жалғап: иә ханым, сізге қолайсыздық тудырғанымыз үшін кешіріңіз, бірақ басқа амалымыз болмады. Тасты қайда жібердіңіз, деді. Мен оны көрген де емеспін. Медальонның ішінде ештеңе болған жоқ. Сенбеймін. Болат оны пәтерден алғанда тас орнында болған. Мен де сол пәтерде болып өз көзіммен көргенмін. Маған ол дәл қазір сіздерде тұрған күйінде жетті, деп айқайлады. Шикілбек жүргізуші: түсінікті, бұл қыз жақсылықпен түсінбейді, сондықтан орманға тартамыз, деді. Қарт: иә қарағым, орманға, деп жауап берді. Әлия зәресі ұшып: неге орманға, деп сыбырлады. Дәу мысқылдап: сол жерде бізге бәрін айтып бересің, деді. Дәл осы сәтте жүргізуші балағаттап көлікті бұра бастады. Содан кейін гүрсілдеген соққы даусы шықты. Әлия алдарынан өздеріне таныс көліктің көлденеңнен тұрғанын көрді. Бұл күйеуінің көлігі еді. Жүргізуші көліктен атып шығып, сыртқа шығып үлгерген Мұратқа қарай жұдырықпен ұмтылды. Бірақ дәл сол сәтте сиренаның даусы естіліп, арада 1 минут өтпей арнайы жасақ жұмыс істей кетті. Тәртіп сақшылары келді. Қылмыскерлер құрықталды. Әлияны қорқыныштан әрең тірі тұрған күйінде Мұрат өзіне қатты қысты. Ол да қарсылық танытпады. Көп жылдардан кейін алғаш рет күйеуінің қорғанышын, оның тірегін, мықты иығын сезінді. Олар көліктің қасында үнсіз тұрды. Тергеуші жақындап: Мұрат Асқарұлы, мұныңыз не? Неге өз көлігіңізді соққыға жықтыңыз? Енді қаншама жөндеу шаруасы шықты, деп күлімсіреді. Мұрат баяу дауыспен: бұл ұсақ түйек, жөндеймін, бірақ басқаша істей алмадым. Сондарыңыздан келе жатқан едім, ал сіздердің адамдарыңыз артта қалды. Мына көлік жылдамдықты арттыра бастағанда оларды жіберіп аламыз ба деп қорықтым, деп жауап берді. Әлия басын көтеріп бұрынғы күйеуіне таңырқай қарады. Сен менің көлікте екенімді білдің бе?
Мен саған келе жатқанда мына дәудің сені көлікке қалай күштеп тыққанын көріп қалдым. Оларды дәл сол жерде жалғыз өзім тоқтата алмайтынымды түсініп, тәртіп сақшыларына қоңырау шалдым да жағдайға қарай әрекет еттім. Тергеуші күлімсіреп, күйеуіңіз нағыз батыр екен деді. Әлия ештеңе жауап бермей, күйеуіне қаттырақ қысыла түсті. Ол нағыз батыр, әрі сондай жақын жан еді. Кейіннен бәрі анықталды. Әлгі қарттың аты Пансат екен. Өз ортасында оны Қара Гриша деп атайды екен. Көп жылдар бұрын ол Болатпен бірге зергерді тонауға қатысып, сыртта күзетте тұрған екен. Ол бұл істің бағыттаушысы болған. Өйткені бағалы бұйымдарды жақсы түсінетін. Болатты ұстаған кезде ол тығылып қалып, түрмеден аман қалған. Ұзақ жылдар бойы тыныш қана ломбардта істеген. Бірақ сол тонаудан тек медальонның табылмағанын, ал бүкіл істің дәл осы медальон үшін ұйымдастырылғанын жақсы білген. Айтпақшы, сол медальон үшін Болатты камерада Пансаттың нұсқауымен өлтірген екен. Одан тастың қайда екенін талап еткенімен ол ештеңе айтпапты. Ломбардқа жас әйел келгенде ол медальонды бірден таныған. Онда тас болмаса да суреттер мен жазу болған. Бірақ медальонның өзі де қымбат еді. Әрі тасты да табу керек болды. Қара Гриша бәрін есептеп, Болаттың бұл затты өз сүйіктісіне сыйлағанын түсінген. Әлия ломбардта жеке құжатын көрсеткендіктен оның мекенжайын оңай тапқан. Ол бұл қыздың Болаттың қызы екенін және тасты оның өзі алып алғанын ойлап, бұл да әкесінен аумай қалған қу екен деп ұйғарған. Ол өз таныстарынан көмекшілер тауып пәтерге кірген. Бәрін ақтарғанымен тек медальонды ғана тауып, сонымен кеткен. Бірақ ойларынан айнымай, Әлиядан тас туралы шындықты білу үшін оны ұрлаған. Қылмыскерлер ұзақ жылдарға сотталды. Ал Әлия мен Мұрат сонында татуласты. Мұрат үйден алып кеткен заттарының бәрін қайта келді. Бірақ оның жартысын әлгі кілеммен бірге қоқысқа тастады. Иә, олар бәрін таза парақтан бастауды ұйғарды. Енді ешқандай опасыздық пен құпия сөздер болмайды. Бір-бірінсіз өмірдің мәні жоқ екенін түсіну үшін көптеген қиындықтарды бастан өткерді. Олар үшін ең қатты қуанған қыздары болды. Перизат ата-анасының қайта бірге болғанына бақытты еді. Өйткені олар идеалды жұп болатын. Біршама уақыттан кейін Әлия өзінің баяғы жоспарын жүзеге асырды. Ол өзінің кішігірім сұлулық салонын ашты. Бұған күйеуі үлкен көмек көрсетті. Мұрат әйелінің бақытты болуы үшін банктен несие де алды. Қазір ол оны қатты бағалайды және жақсы көреді. Бұл өмірде оған басқа ешкімнің де қажеті жоқ. Ал әлгі қымбат тас бәрібір табылмады. Дегенмен Әлияның іштей кейбір күмәндері бар еді. Бірде олардың үйіне Аққайын ауылынан Серікбай келіп, қалаға шаруалармен соққанда қасына Ләззат тәте де еріп келіпті. Бәрі бірге дастархан басында жақсы отырып сөйлесті. Ер адамдар балконға шыққанда Әлия тәтесінен: «Ләззат тәте, ал анам сізге берген дәл сол медальонның ішінде тас бар ма еді?» деп сұрады. Тәтесі таңырқап: «Қандай тас? Ештеңе болған жоқ» деді. Ол мұны өте шынайы айтқандай болғанымен, көздері қулықпен жылтырлап кеткендей көрінді. Әлде Әлияға солай сезілді ме? Дегенмен ол басқа ештеңе сұрамады. Егер бұл тас біреудің өміріне көмектескен болса, Аллаға шүкір, ол өзі де солай өмір сүре алады. Өйткені оған бөтеннің заты ешқашан керек болған емес. Ал өзінікіше, ол өзінің затын ешкімге бермеу керек екенін түсінді. Иә, қандай да бір нәрсе үшін реніштерге шыдап жүрудің қажеті жоқ. Бәрін түзетуге ұмтылу керек. Мейлі бірдеңе болса да, кішкентай қадамдармен, қателіктер арқылы болса да, және кешіре білуді үйрену қажет. Құрметті тыңдармандар, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймыз. Және өз ойларыңызды комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Қалай ойлайсыздар? Ләззат тәте сол бағалы тастарды өзіне алып қалды ма?